Ғажаптың бәрі өзінде, көзінде сұлу әлемі, әдебі әрбір сөзінде, жан емі оның сәлемі. Келбеті күнге келіскен, нәзіктен нәзік сұрыққан, бесіктегі әппақ періштең, бастауы әдеміліктің. Пәк болып туған обастан, мүсіні мыңды арбаған, көңілі оның көк аспан, көркінің құны бар ғалам. Адамның танымы мен қалауының, ізденісі мен еңбегі және қызығушылығының түйіні белгілі бір таңдауға тіреледі. Ал адам өміріндегі ең маңызды таңдаулардың бірі өмірлік жолыңды таңдау. Менің өмірлік жолым мамандығым, келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалаған мамандық. Ұстаздық менің қоғамға тигізер пайдам, саналы ұрпақ тәрбиелеудегі ең маңызды қызметім. Ұстаздық ету уақытты ұту емес, өзгенің бақытын аялау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы мамандық. Ұстазды әр баланың жан дүниесін танып білуші, әрі оны жеке тұлға етіп қалыптастырушы, ел болашағының мүсіншісі деуге болады. Сол себепті де мұғалімдік мамандықты мәртебелі мамандық деп мойындаймыз. Бала ұлт болашағы, кемел келешектің тұтқан ұстары. Жарқын болашақ иелерінің білімі мен мәртебесінің тамырының тереңге жайылып, жемісін беруі жолында тер төгетін ұстаздық міндет ең ұлы міндет деп білемін. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы демекші. Ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер, шамшырақ секілді. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді.